Екінші бір хат иесі Малыбаев Жұмаділ. Сипанбаев Әкрам аға Жұмаділ ата жайында: сұлу мұртты, аппақ шоқша сақалды, қалтасында үнемі шынжыр баулы сағат салып жүретін кербез кісі еді. Орыстардың арасында көп тұрған, сондықтан орысша таза сөйлейтін. Орыстардың частушкилері мен билерін нақышына келтіріп орындайтын деп айтатын еді. Атамыз 1982 жылы көктемде дүниеден өтті. Бәйімшесі Күлсін Сейілқожа қызы. Апамыз соғыс жылдарында тылда қажырлы еңбек еткен адамдардың бірі болатын. Ұлдары жоқ еді, ал қыздар мен жиендері бүгінде Семей қаласы Жарма Бәйтерек ауданында тұрады. Малыбаев Жұмаділдің хаты. Рұқсат ет бір-екі ауыз жазуға өлең. Болады кімге жолдас дүние деген. Саусақпен сау болған соң жазып тұрмын. Амандық болсаңыздар білмек менен. Восточный Пруссия жүрген жерім. Күніне үш сүлтірер маңдай терім. Немістің алдық бүгін 5 қаласын. Есепсіз жауған оқтар есті аласын. Осындай қиыншылықта жүргеннен соң сағынбас ел жұрт кім баласын. Хат жаздым сағынған соң жұма-жұма. Жас хабар кешіктірмей жұмасына. Көз жетпес алыс жолға кеттім ұзап. Келеді болсам жазым кім қасыма. Хат жаздым сағынған соң жолдасыма. Дұшпанның көзім жетті оң басына. Шаруаға балалармен жақсы қара. Өлмесем қосылармын мен қасыңа.